Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Бүгінгі тақырыбымыз күндегі тақырыпқа мүлдем ұқсамайтын бір тың жаңа тақырып болмақшы. Ағылшын тілдің тіл байлығы дейтін тақырыпты айтқым келеді. Әрине, әрқандай адам өзінің тілінде біздің тіліміз дүниедегі ең мықты тіл, біздегі ең бай сөздік бар деп ойлайды. Бірағында кейбір тілдерде жаңа сөздік жасайтын қабілеті өте күшті болады. Мысалы, ағылшын тілі. Сондықтан бүгінгі тақырыбым ағылшын тілі не үшін тіл байлығы соншалық зор, жаңа сөздіктер қалайдан жасалады дейтін тақырыпты айтқым келеді. Біріншіден, ағылшын тілдің ішінде әзір 500 мың әріп бар екен сөздіктің ішінде. Әрине, бұл сөздіктің ішіне specialized, мысалы, химиялық болмаса, медициналық мындай сөздердің бәрін қоспаған жағдайда тек қана адамдардың күнделікті сөздерге істетілетін өзін қосқанда 500 мың сөздік бар екен. Әрқандай адам оқшамайтын тіл сөйлейтін болса, сол тілге жеттік болса, өзінің айтқысы келген идеясын толық жеткізе алатын болады. Бірағында тілдің сөз байлығы көп жағдайда адам өзін оңай түрде тікке ең қанық сөздерменен өзінің идеясын елге жеткізе алатын болады. Әрине, бұл сөздерді мен айтып отырған жоқпын. Бұл сөзді ағылшын тілдің тіл ғылым саласындағы эксперттар шығармалардың ішінде осылайдан жазылған. Ал ағылшын тілі дүниедегі екі адам бір-бірінің сөзін басқа сөз сөйлейтін адамдар бірге келген кезде, мысалы, бір Қытай тіліменен енді бір басқа бір араб тілін сөйлейтін адамдар бірге келген кезде ойына бірінші келетін тіл ағылшын тілі екен. Сондықтан ағылшын тілін lingua franca деп айтылады. Екі оқшамайтын тіл сөйлейтін адамның аралығында common language бірге істетілетін тілді lingua franca. Әзіргі дүниедегі lingua franca ағылшын тілі. Бұл графқа қарап отырсақ, дүниедегі ең көп сөйлейтін ана тіл қайсы? Бірінші орында Mandarin, Қытай тілі. Әрине, өйткені Қытай тілін сөйлейтін ана тіл адам жан санының көптігінен. Екінші орында Spanish, үшінші орынға келгенде ағылшын тілі. Ал мына оқшамайтын екінші графқа қарап отырсақ, ішіндегі мына сарғыш болып тұрған жерлері, orange болып тұрған жерлері шет тіл қылып сөйлеген сөздер. Мысалы, бір адам өзінің ана тілі бар, енді бір шетел тілін үйренем деген кезде бірінші орынға талданған шетел тілі ең көп болып тұрған ағылшын тіл. Сондықтан ағылшын тіл дүниедегі ең бірінші орынға талданған шетел тілі. Дүниеде әзір 6900 тілдер бар екен. Ал бұл тілдердің ішінде алдыңғы орында тұрған 10 тіл. Біріншісі Қытай тілі, әрине оның жан санына байланысты. Екінші орында тұрған хинди. Индиялықтардан тілі, бұл да индияның адам жан санына байланысты. Үшінші орында Spanish, төртінші орындағы ағылшын тіл. Ал бұл дүние қартасына қарап отырсақ, жердегі жасыл болып тұрған жердің бәрінде ағылшын тілді істетіледі. Ең басындағы North America, солтүстік Америкада, Америка, Канада, Мексиканың кейбір бөлімдерінде ағылшын тілді істетіледі, Еуропа мемлекеттерінде істетіледі, Африка мемлекеттерінде істетіледі, одан Австралия. Бұл жерде, бұл мемлекеттерде ағылшын тілді official language, былай айтқанда мемлекеттік тілдер деп қабылданған. Не үшін ағылшын тілдің сөздігі бай? Бір тілдің дамуы екі жақтан, бір грамматикалықтың дамуы, енді бір жақ сөздіктің дамуы. Грамматикалық даму деген оған өте ұзақ уақыт кетеді. Мысалы, біздің қазақ тілді айтатын болса, қазақ тілдегі үндестік заңдар бар, біз балалар, әкелер, бұл жерде оның бәрі үндестік заңдылығы бар. Сөздің ішінде бастауыш, баяндауыш, осындай заңдылықтар ол қысқа уақыттың ішінде өзгермейді. Сондықтан біз өз тілімізді дамимыз дейтін болсақ, оның грамматика жағынан қысқа уақыттың ішінде көп үлкен көзге көрінерліктей дамуды көре алмаймыз. Өйткені оған ғасыр бойынша көп уақыттық даму керек, көп уақыттық өзгеру керек. Ал екінші жақтан бір тілдің дамуы ол сөздіктің дамуы. Бұл айтқан кезде жаңа атаулар, жаңа сөздер, бұларға деген біз қаншалықты тез сөзге атау қоя аламыз. Біздің қазақша тілдің байлығы, тіл байлығының ішіндегі қаншалықты тіл байлығымыз бар дегендегі
бұл жердегі байлығымыз біздің грамматик байлығы емес, әрқандай тілдің ішіндегі грамматикалық ол тілдің өзінің байлығы. Бірағында әзіргі жағдайда біздегі тіл байлық дегеніміз жаңа атауларға, жаңа сөздіктерге атау қою, жаңа шыққан шығармадарға, мысалы жаңадан шығып жатқан жаңа нәрселерге тез арада соған атау қою. Ағылшын тілге келген кезде не үшін ағылшында сондай бай сөздік қоры бар? Бұл сөздердің бәрі менің ойым емес, мен көрген кітаптардың ішіндегі материалдарда, шығармалардың ішінен оқып көрген кезде былайдан жазған. Бірінші, ағылшын тілдің сөз байлығы ол басқа тілдерден өзіне қарай істеткен, басқа тілдерден өзіне қарай кірістірген. Былай айтқанда, біз әзір қазақ тілінен басқа тілден бізге кірді, біздің тіліміз шығарылып кетті дейтін осындай сөздер бар. Бірағында тарихта ағылшын тіл басқа тілден өзіне қарай кіргізген жағдай болыпты 1700 жылдарда. Бұның себебі әрине бірінші empire, бұл мемлекет отарлау, басқа мемлекеттерге бару, саяхаттау, одан бір мезгілде адамдардың өзінің менің тілім жақсы дамымайтын болды, біздің тілде өзіне деген сенімсіздік болған жағдайда, бұл айтқанда өз тіліне қарай істетілген жағдай болды деп айтты. Бұл жерде басқа әрқандай тілдерден кіргізбеген. Бірінші Франция тілден кіргізген, латын тілінен кіргізген, грек тілден кіргізген. Ал біз бұл тілдерді қарап отырсақ, тілдер отбасы болмаса қандас тілдердің мына чартқа қарап отырсақ, ағылшын тілі ол бір Western Germanic language-ға жатады, герман тілдердің жүйесіне жатады. Ал латын тілі, грек тілі, Франция тілдердің бәрі үлкен жақтан айтқан кезде оның бәрі бір қандас тілдің ішінде, үлкен бір тіл отбасының ішіндегі тілдер. Proto-Indo-European language. Осы тілдердің ішінен өзіне қарай істеткен. Әрқандай басқа бір тілден гене өзінің тіліне қарай кіргізе бермеген. Өйткені ол ең негізгі бұл тілдердің грамматика жақта өзінде ұқсастық жерлері бар. Сондықтан тілдің грамматикасын өзгертетін болса, бұл тіл ең негізгі нәрсесі құлауды деп айтуға болады. Өйткені бір тілді ұстап тұрған оның үлкен жақтағы грамматикасы. Ол әрбір тілдің өзінің грамматикасы оқшамайды, қандас тілдердің грамматикасында өзінде бір ұқсайтын жерлері бар. Сондықтан әрқандай тілден кіргізу емес, қандас тілдерден және атауларды кіргізу. Бұл ағылшын тілі өзінің тілінің сөздіктерін, тіл байлығын көйту, көлемін кеңейтудің бір тәсілі болып тарихта істетілген. Мысалы, жаңа бір хайуандардың аттары, болмаса жаңа бір плант, гүл, шөптердің аттары білмеген жағдайда. Болмаса бір жаңа түсінік. Мысалы, кейбір жаңа түсінікті біз бұны түсіндіруге мүмкін бір сөз сөйлем керек, бірнеше сөзбенен бүйтіп бір жаңа түсінікті түсіндіруіміз мүмкін. Бірағанда кейбір тілдерде соған бір атау бар. Сондықтан сол атауды ғана сол түсінікті жеткізу үшін сол түсінікке қатысты сол сөздікті істеткен. Ал одан сырт әзіргі бар адамдар онлайнда тораптың үстінде, сондықтан кейбір сөздерде өзінің бір экзотик деген сөзді мен қазақша аударып көрсем, экзотикалық деп аударылыпты. Бірағында бұл жердегі экзотик деген сөз бір өзгеше, елге оқшамайтын, бір тың жаңа деген сөз. Осындай болып естілетін. Мысалы, ағылшындар көп жағдайда Франция тілдерден өзіне қарай кіргізетін сөздіктер болады. Мысалы, boredom деген сөз, мен әзір ешқандай зауқым соқпады деген сөзді ennui дейтін сөз Франция сөзден кіргізген. Өйткені ennui дейтін сөз құлаққа естілуінде бір жағында өзінде бір түрлі өзге оқшамайтын, сондай бір адамға сондай бір көңіл күй береді. Сондықтан басқа тілдерден өзіне кіргізген жағдайдар, мүмкіншіліктер осындай болады. Сонымен бірінші, біз қазақ тілді түркі тілдердің ішіне жататынын білеміз. Ал түркі тілдің ішіндегі қыпшақ тіл жүйесіне жатады. Қыпшақ тілдің ішінде қыпшақ ноғай тіліне жатады. Бұның ішінде қазақ тілі, қарақалпақ тілі, татар, бұл жердегі Siberian татар, барабан татар, ноғай. Осы тілдер өте бір-біріне
ең жақын тілдер, қандас тілдер. Әрине біз қырғыз тілі болмаса басқа ұйғыр тілде тіпті осылардың бәріне де оң жақтан айтқанда бәрі түркі тілге жатады. Бірақ анда ең жақын тілдердің ішінде қарақалпақ, ноғай, татар, қазақ тілдері. Біздің грамматикамыз оқшайды. Ал сөздігімізді бай қылып, тіпті де сөздігімізді көбейту үшін мен ойлаймын, өзімнің жеке ойымдан басқа тілдерге деген, тіл ғылымына деген түсінігім, осындай бір мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Осы тілдер тілді дамыту үшін ішіндегі сөздіктерді, атаударды, осыған қатысты бір сөздік жасалған болса, мысалы. Әзіргі сөздіктердің бәрін телефонға түсіріп алуға болады. Осы жердегі ноғайда болмаса татарда оған деген атау бар болса, бұны біз бәріміз ортақты түрде тілді дамыту үшін, тілдің сөздігін дамыту үшін өз тілімізге енгізу, кіргізу, ол тілдің шұбарлап кетуі емес. Өйткені тілдің шұбарлап кетуі деген нәрсе грамматиканың өзгеруі. Грамматика біздегі грамматика қазақ тілінде тілдің үндестік заңдары, мысалы, балалар деген сөзді лар, лер деген сөздерді біз өзгертіп тастайтын болсақ, біздің сөзіміз балалер болып кететін болса, әрине сіздің ең негізгі үндестік заң өзгерді. Ондай жағдайды біз шұбарлап кетті десек болады. Біз ағылшын тілден болмаса басқа тілдерден төте кіргізгеннен қарағанда, қандас тілдердің ішіндегі қарақалпақ, татар, ноғай тілдері, тіпті қырғыз тілдері, солардан әрине қырғыз тілдің үндестік заңы біраз өзгеше, оқшамайды, бірақ та оны біздің өзіміздің тілдің үндестік заңына үйлесім тығып, өзгертіп кіргізуге болады. Сондықтан бүгінгі тақырыбым осы жерге шейін. Әрине бұл тақырыптардың бәрі сіздерге тың жаңа тақырып болып отырған болуы мүмкін. Өйткені тілге қатысты тақырыптарды мүлдем бұл каналда айтып көрмедім. Сондықтан сіздерге жаққан болса, болмаса осыған қатысты әлде тақырыптарды тыңдағыңыз келетін болса, комментарийға жазыңыз, өзіңіздің ойыңызды жазыңыз. Сіз қалай ойлайсыз? Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыз. Рахмет сіздерге.